Сәлеметсіздер ме? Бүгін ашытқысыз шелпек әзірлейміз. Өте дәмді, жұмсақ. Қазақ арнасының одан әрі дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдымен сүтімізді құйып аламыз. Содан соң құм шекер, дәміне қарай тұз, содан соң пампушка майының жартысын қостым. Оны ертіп қосуға да болады. Тұзымыз бен құм шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды салып, қатты қылмай, орташа қамыр илейміз. Осылай кішкене 5 минуттай илеп аламыз. Содан соң демалдырып 15-20 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, кішкене күлшелерге бөлеміз. Қамыр осылай қолға жабыспайды, дастарханға да жабыспайды, әдемі болып шығады. Бір литр сүттен менде 25 дана шелпек шықты. Мінекей дайын болды. Осы кішкене бөлшегін алып, тоңазытқышқа сап қоямын. Ертең қайтадан ыстықта етіп пісіре саламын. Дайын болған күлшелеріміздің бетін жауып, тағы да 5 минутке қоя тұрамыз. Содан соң осылай барлығын жайып шығамыз. Майдың астын қатты жақпаймыз, орташа баяулы отта пісіреміз. Мінекей сода, қопсытқыш қоспасақ та, шелпегіміз әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Аяқ асты үйлеріңізге қонақ келіп қалса, бауырсақтың көтерілуіне уақыттарыңыз болмаса, немесе алдыңғы видеомдағыдай мұздатқышта бауырсақ қатырып қоймаған болсаңыздар, осылай сүтке тез ғана қамыр илеп, осылай шелпек пісіре саласыздар. Мінекей тағы да байқасаңыздар, шелпегіміз әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Міндетті түрде 1 литрге емес, әрине өздеріңізде қанша сүт бар үйде, сонша сүтке илеп, 7 шелпек қылып дастарханға қойсаңыздар керемет болады. Осылай барлық шелпектерімізді пісіріп шығамыз.
Мінекей барлығы дайын болды. Өте керемет, жұмсақ әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.